Мені ешқашан қызым деп еркелеткен ананы, қалқам деп арқамнан қаққан әкені көрмедім. Өмірім жетімханада басталды. Туғаным бар шығар, бірақ олар қайда, менің бар екенімді біле ме, білмеймін. Әйтеуір бала кезімнен жүрегімде бір бос кеңістік пайда болды. Өмір мені ерте есейтіп жүрді. Жетімдіктің дәмін татқан адам ғана түсінеді. Сен ешкімге керек емессің, тек өзің үшін күресесің. Кәмелетке толғанда тағдыр мені бір ауылға алып келді. Қолымда ештеңем жоқ еді. Сонда бір жақсы жан, қайынатам көмектесті. Ол кісі маған қызындай қарады. Өзімнің қызым жоқ еді, енді сен бол деп баласына таныстырып мейірімге бөлеген сәті әлі есімде. Сол кезде өмірімде алғаш рет әкелік мейірім сезіндім. Ал күйеуім ол мүлдем басқа адам еді. Әуелде үміттендім. Мүмкін мені әйелім деп сыйлар дедім. Бірақ оның жүрегі мұздай болды. Ол ешқашан жылулық бермеді. Көзқарастан еркелікте, сүйіспеншілікте таппадым. Кейде кешкісін жалғыз отырып ойланамын. Мен шынымен әйелімін бе, әлде біреудің үйіне артық кіріп кеткен жетіммін бе деп. Әр түн мен үшін қорқынышқа толы еді. Қайнатам болса мейірімін төгіп жүрді. Таңертең дастархан басында күліп, қызым ботқаны жедің бе деп сұрайтын. Мен көзіме жас алып, басымды изейтінмін. Ол менің жүрегімді жаралап жүрген барлық ауырлықты сезетіндей көрінетін. Бірақ мен білмеппін, бұл тыныштық ұзаққа созылмайтын. Алдағы күндер жанымды жаныштар оқиғалар күтіп тұрғанын. Күйеуімнің жылулық күтуден үмітімді үзгенмін. Ол маған ерінде тигізбейтін. Қасымда жатсам да бөлек әлемде жүргендей салқын еді. Күй-түндері ішіп келіп, қабағын түйіп, мені адам құрлы көрмей жатып қалатын. Сені әкеме ұнағаның үшін алдым дейтін. Бір күні түн ортасында ояндым. Диван жақтан біртүрлі дыбыс шықты. Басында түс көріп жатырман ба деп ойладым. Құлақ түрсем аңырсығанын, әйел даусы жүрегім зу ете қалды. Ары қарай естігенде тамағымнан айғай шықпай демім қысылды. Жаным, сені баяғыдан қалап жүредім деген әйелдің үні. Жеңгемнің даусы. Иә, күйеуімнің өзінен үлкен жесір жеңгесі бар еді. Біздің үйге келгіштеп кеткенін жақтырмап едім. Көзім қарауытып кетті. Бөлмемнің төрінде, менің төсегімнің дәл қасында, диванның үстінде құмарлыққа беріп ырғалып жатқан екеу. Үндерін шығармай, бірақ еркін қимылдап, еш құя алмай жатты. Менің жүрегім жұлқына соқты. Бұл не деген масқара? Балам қарсы бөлмеде ұйықтап жатыр ғой деп ішімнен айқай салдым. Осының бәрі әдейі істеп отырсыңдар ма деп айқайлап үлгердім. Күйеуім жалт қарап, жап аузыңды деп тістен айқайлады. Тіпті қымсынбады. Жеңгем болса маған қарап мысқылдай күлді. Сол сәтте өзімді тіреулік сезіндім. Қаным басыма шапты, бірақ қолымнан ештеңе келмеді. Өйткені балапаным басқа бөлмеде тәтті ұйықта жатыр еді. Айғайлап жылайын десем, оның құлағына жетіп, санасына жара түсерін ойлап үнсіз қалдым. Түннің қараңғында жеңгемнің аңырсыған үндері, кереуеттің сықыры мен күйеуімнің күркірей демалғаны құлағымда сесіп бара жатты. Жүрегім қанжылап тұрса да көрпені басыма бүркеніп, өзімді естімеген, көрмеген адамдай ұстадым. Бірақ ол дыбыстар менің жанымды мәңгі жаралады. Сол түні алғаш рет өлген мартық қой деген басыма ой келді. Не үшін маған осылай жасады деген сұрақтар маза бермеді. Көктемнің қара суық күн еді. Қайнатамның денсаулығы күннен күнге нашарлап бара жатыр. Басы айналып, аяғы жүрмей қалды. Бір күні тіпті төсекке жатып қалды. Қайнатама бәрін жайып салуыма болатын еді, бірақ мен ол кісіні аядым. Бір жағынан айтсаң, үйден ит қылып қуамын, далада қонасың, баланы бермеймін деп қорқытатын. Сол сәттен бастап менің өмірім өзгерді. Таңертең кешке дейін атамның қасынан шықпаймын. Қолына қасықпен тамағын беріп, дәретіне дейін төгіп, жөргегін ауыстырып, еркектенбей, жирекенбей, мүшесіне дейін қолымен ұстап жуындырып жүрдім. Ар ұятым ешқашан ойыма келген жоқ. Тек осы жанға соңғы күндерінде жылу сыйласам болды деген ғана тілек тіледім. Атам да өзінің осылай жатқанына қайналып күрсініп қоятын. Ара-тұра келін деп шақырғанда жанында табылып жүрдім. Соңғы кездері атам көп сөйлемей, үнемі мұңайып жүретін. Әлде баласына ренжулі ме екен? Ал күйеуімше, ол ешқашан жанынан шықпады. Әкемнің иісі сасып кетті деп түнде басқа бөлмеге кетіп қалатын.
Жеңгесі екеуі сыбырласып күліп жүргенде мен атамның маңдайынан теріні сүртіп жылап отыратынмын. «Қызым», деді бір күні атам әлсіреген дауыспен. «Күнде қинап жатырмын ғой сені». «Жоқ әке, олай айтпаңызшы», дедім, көз жасымды тия алмай. «Менде сізден басқа ешкімім жоқ қой». Атамның көзіне жас үйірілді. «Құдай сені бақытты қылсын. Әке-шешеңнің орнын бермесе де, менің жүрегімнен орынды алдың». Сол түні атамның бөлмесінде қондым. Түн ортасында қолымды қысып, «Бақытты бол, балаларыңды аман сақта» деп көзін мәңгі жұмды. Қатты жыладым. Не үшін жаратқан Алла жақсы адамдарды бірінші алып кетеді екен деп. Бірақ амал не? Адамның басы Алланың добы деген. Жүрегім қақайрылғандай болды. Бір түнде жалғыз қорғаннан айырылдым. Қара жерге кіріп бара жатқан атамды құшақтап, «Жан әкешім, мен сізді сағынамын» деп еңіреп жыладым. Сол күннен кейін үйдің іші түнекке айналды. Күйеуім бұрынғыдан да азғындап кетті. Атамнан қаймығып біршама тежеліп жүретін. Енді ол шектеуден жоғалды. Атам кеткеннен кейін үйдің іші қаңырап қалды. Кешке бұрынғыдай біреу «Қызым, тамағыңды іштің бе?» деп сұрамайтын. Қайындарым мен жеңгем болса өзара күлісіп ішіп жеп мәз. Ал менің жүрегімде тек қорқыныш пен жалғыздық. Бір күні күйеуім ішіп келді. Жүзі сұсты, көз қанталап тұр. Артына жеңгесі ілесті. Екеуі кіріп келіп ештеңе болмағандай диванға жайғасып, аймаласып әр жерін сыйпап өліп бара жатыр. Балам төсекте ұйықтап жатқан. Мен шыдай алмай, «Баламнан ұялсаңдаршы» деп едім. Күйеуім атып тұрып шапалақпен бетімнен тарс еткізіп, «Жап аузыңды» деді. Әйтпесе тірідей көмем. Жеңгем болса күліп маған көзімнен, «Сен ештеңе істей алмайсың» деген сияқты болып қарады маған. Сосын күйеуіме жақындап, құшақтап, сол жерде менің көзімше іш киімін шешіп, күн түймесіне итеріп берді. Мен қатып қалдым. Бір сәтке «Жоқ, бұл түс шығар» деген үмітпен көзімді жұма бердім. Бірақ олардың демалысы, жеңгенің жасанды әдейі істеп ыңырсығаны, күйеуімнің қарқылдап күліп арсыздыққа берілуі бәрі шындық еді. Балам оянып кетпесін деп жанталастым. Оның құлағына көрпені жауып сыбырлап, «Ұйықтай ғой құлыным, бәрі жақсы» дедім. Ал өзім ішінен талып қала жаздадым. Жүрегім атқақтап, басым айналып, көзім қарауытып кетті. Барлық қорлық мұнымен бітпеді. Күйеуім бір сәт маған бұрылып, «Әй, сен не қарап тұрсың, жоғал» деп итеріп жіберді. Мен еденге құлап, басыма жарақат алдым. Жеңгем болса ыржиып күліп, «Бұдан артық саған не керек» дегендей күйде жатты. Сол түні жүрегім мүлде сынды. Үйден қуылып шықтым. Қарсы шығып, бір ауыз сөз айтқаным үшін. Жылап жүріп қайда барарымды білмедім. Жетім екенімді, паналар ешкімім жоқтығын сол сәтте қатты сезіндім. Түн қаралығында құшағымда тек балам ғана болды. Үйден қуылған түнімді ұмытпаймын. Қолымда балапаным, жанымда жылаудан басқа ешкім жоқ. Таңды әрең атырып ауылдан қалаға бет алдым. Қайда барамын деген сұрақ жанымда жегідей жеді. Сол кезде біреу «Аналар үйі бар» деп сыбырлап айтқандай болды. Бар үмітімді жиып сонда келдім. Менің алдымнан есікті ашқан тәрбиеші әйел жылы күлімсіреп, «Қорықпа қызым, енді сен жалғыз емессің» деді. Жүрегім қарс айылып жылап жібердім. Ішке кірсем, әрбір үшті түрлі тағдырлар. Біреуінің беті көгерген, таяқ жеген, екіншісінің қолында шала толған сәбилер. Бір қыз еңкілдеп жылап отыр. Ол сүйген жігітіне алданып, аяғы ауыр болып қалған екен. Басқасының баласы ауру болып туған үшін күйеулері тастап кетіпті. Әр қайсының жан жарасы бір-біріне кітап. Солардың арасында мен де бармын. Түнде бәріміз бір бөлмеде жатамыз. Кейде біреу түсінде шошып оянады, біреу түн ортасында жылап, «Неге мені тастап кетті» деп сұрайды. Мен құшағымдағы баламды қысып ұстап, үнсіз ғана көз жасымды сүртемін. Бір күні бір қыз маған келіп, «Сенің күйеуің іздеп келмей ме?» деді. Мен дір ете қалдым. Күйеуімнің көзіне қайда қараудан өлердей қорқатынмын. Бірақ іштей, мені қорғайтын мекеме бар ғой, енді ол қол көтере алмайды деп өзімді жұбаттым. Сол жерде жүріп бір нәрсені түсіндім. Бізді сындыра алатын тек еркектердің сатқындығы емес, өзіміздің үмітсіздігіміз. Егер мен үмітімді жоғалтпасам, баламда қараңғылығыда қалады. Сондықтан өзіме серт бердім. Қандай қиындық болса да, балам үшін тірі қаламын.
Жыласам да жығылмаймын дедім. Аналар үйінде біраз уақыт өткен соң мені жұмысқа орналастырды. Қаладағы шағын дәмханаға ыдыс жуушы болып тұрдым. Алғашқы күннен қолым сырқырап, белім майысып қалды. Бірақ мен ешқашан ауырсынғанымды білдірмедім. Балама нан тауып берсем болды деп өзімді қайрадым. Біртіндеп үйрендім. Аяқ астынан үстел сүртіп, тамақ тасып жүріп, адамдардың жылы сөзінде ести бастадым. Әй қызым, қолың шебер екен дегенде жүрегім жылып сала беретін. Өйткені көп жылдан бері ешкім маған жақсы сөз айтпаған еді. Күндерім осылай өтіп жатқанда дәмхананың қасында жұмыс істейтін бір жігіт маған жиі көз түсетін болды. Әуелде мән бермедім. Әйелмін бе, жоқ па? Жүрегімде жара тұрғанда махаббат жайлы ойлау артық шығар деп ойлайтынмын. Бірақ бір күні ол мені тоқтатып жай ғана: сіз көп жылаған көз сияқтысыз, бірақ күлімдегеніңіз сондай әдемді деді. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Бұндай сөзді бұрын ешкімнен естімеген едім. Ол менен телефон нөмірімді сұрады. Бірақ мен басым шайқадым. Жоқ, кешіріңіз, мен дайын емеспін дедім. Ол қыңқ етпеді, тек жымиып: уақытыңыз бар ғой, мен асықпаймын деді. Сол күннен кейін менде жаңа ой туды. Мен шынымен бақытты бола алам ба? Әлде еркектен көңілім мүлде қалған ба? Баламды құшағыма қысып отырып өзіме серт бердім. Құлыным, сен қаласаң ғана мен тұрмыс құрамын. Өгей әкеден таяқ жегеніңді қаламаймын. Сенің бақытты болуың менің жалғызы арманым. Мен сол күні қайтадан көз ілмедім. Құшағымда болған сәттерім жүрегімде ең тәтті, ең ауыр естелікке айналды. Көзімді жұмсам да жаным күйіп, тәнім оны аңсай берді. Бірақ енді бәрі кеш еді. Ал ол болса үнсіз кетті. Бірақ рет жазғаны: мен сені ұмытпаймын, бірақ тағдыр бізді аямады. Қолымдағы ұлымды қысып отырып, көз жасымды тыя алмадым. Менің күнәм емес еді. Мен тек махаббатты аңсадым. Бірақ бұл қоғам мені кешірмеді. Кейде ойлаймын, егер ол шын сүйсе, алып қашар ма еді? Бірақ егер деген сөздің соңында бәрі бос қиял ғана. Сол түні мен далаға шықтым. Ай сәулесі шашылып тұрды. Жүрегімде мың құс шырылдап тұрғандай, қатты айғайлап жібергім келді. Мен де адаммын, махаббатқа мен де лайықпын. Құшағымдағы өсіп келе жатқан ұлым үнсіз жылап жатты. Оның көз жасын сүртіп тұрып, мен іштей серт бердім. Сен менің жалғыз бақытымсың. Әкеңнің махаббаты бізге жетпесе де, мен барымды беремін. Сен менің жалғыз үмітімсің. Жүрегім қақ айрылғандай ауырса да, сол сәтте сезіндім, өмір әлі де жалғасады. Махаббаттың дәмі ащы болса да, ана болу тәттілік екен. Бәлкім бір күні ол қайта жолғар. Бәлкім мені шынымен сүйетін адам табылар. Бірақ қазір менің бүкіл өмірім қолымдағы кішкентай жүрек. Күйеуім жеңгесімен бас қосып еді. Уақыт өте келе екеуінің арасында тыныштық болмады. Құмарлықпен басылған байланыс бір күні шоқтай сөніп, орнын өкініш басты. Жеңгесі жасарып кеткен жоқ, керісінше қартайған сайын мінезі шектен асып, екеуі күнде ұрсып бірін-бірін қажай берді. Мен кеткен соң үйдің оты өшті. Балалардың күлкісі естілмейтін қараңғы, салқын төрге айналды. Екеуі де бақыт таппады. Ал мен жалғыздық пен жаралы жүрекпен жүргеніммен балам үшін өмір сүрдім. Қайсар болуға тырыстым. Өйткені менің жүрегімде әкемдей жақсы адамның дұғасы бар еді. Сөйтіп тағдыр бір шындықты дәлелдеді. Жетімді жылатқан оңбайды, жат құшақтан бақыт таппайды. Құрметті оқырман, өмірден алынған сабақ болар оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.